Соны аяғына дейін деген Енді нұсқасында тоқөтері не дейді олар? Нарушениені бұзып, нәрсені жұтты, бұл нарушение. Мен айтамай, 5 күн ыстықта сендер су бермесеңдер, ол өлгісі келгенде 5 күн ыстықта біз үйде отырып 5 литр су ішіп әрең шыдағанбыз. Ал қар жерде отырған адамға мен 2 жылда тамағымды арқалап неше барам? Оны алмайсыңдар, жолып тұрмайсыңдар, атпалары жоқ, таксофонмен сөйлестірмейсіңдер. Ал 5 күн су бермеген адам дәр ішпегенде не істейді? Бүйтіп қиналғанша өле салайын дейді. Ал сен 5 күн ыстықта думан тізесің бүгет, бәрін мойындай деп ойлаған оймен қинадыңдар. А бірақ думан оған көнбейді. Мен баламды білем ғой. Көнбейді оған. Одан жөле салайын деп осыны өздігіз қиналған жерде. Енді бұлардың айтып отырғаны жаңағы сол нарушение жасады. Сол нарушениемен енді 12-сіне тағы келіңіз деді. Айтам, жасайды нарушение. Сіз міне отырсыз орныңызда, сізді соттаса үстіңізден бір өтірік арыз жазып. Сіз үндемей, думан ұсап, үндемей, қолды жуып, су ішпей отыра бересіз бе десем, мен айтпаңыз дейді. Вот менің балам сөйтіп отыр. Адам өз басына түспейді. Сіздің басыңызға түспейді, сізге ойыншық ол. Заң деп заңды айдайсыз. Заң болса, менің балам іш жазығы жоқ, шығар, пожалуйста. Не бір қыз зорласа, не мына таққа таласса біреумен, не болмаса Тоқаевпен, Назарбаевпен бірге жүрген бала ғой, соның орнына таласса. Не солармен бірге бір ақша алса екен-ау, жеп. Жоқ, қаңтарда оқиғаны айтам, елдің жырын айтам деп, не за что қорғып отыр. Енді ол олмай 5 күн ыстықта шыдай алмай міне мынандай қалды түсті. Мен өзім ешқайда шықпайтын мүгедектіктемін. Бүгін ойлап келген, қой нені көріп Алматыға ауыстырады екен деп. Айтқан сылтау сол болды. Ауыстырмаймыз, ол неменен бұзды дейді. Мен айтам, неге бұзбайды ол? Бұзады ғой. Сен шөлде 5 күн шөлде қамақ қойсыншы бір жерге. Şu buzdu mu? Buzgan çok koyuyor. Өз ешті ма? Бізге баламыз мүмкін өздері істеп отыр ма? Оны да біз білмейміз. Көрсеткен. Енді қазір мынау кім қабылдады жаңа? Кіргендер ғой. Абайға кіргізген, Абай мен жоқ, қазір қабылданған. Баяғы запискесігі құттау болды. Замдар ма? Замдар ма қабылдаған? Баяғы сол жартасын айтып. Енді мынау құрметті қауым, ағайындар. Мынау кім Думан Мұхаммедкәрімді білесіздер, уже неше жыл болды түрмеде отырғанына. Әке-шешесі келді Куйсқа, Астанаға, Алматыдан әуре болып келді. Мынау бастығы Куйстың бастығы қабылдамай жатыр. Ең үлкен бастығы. Қабылдау керек қой. Заң бойынша бұларды қабылдау керек. Неше рет келді уже осы мынау. Соңғы 2 жылда бұлар 10-15 рет келіп кетті. Бір ретте де қабылдауда болған жоқ. Куйстың төрағасында. Бұл деген масқара ғой. Сосын ол бір, екіншіден Думан Мұхаммедкәрім деген ол адам өлтірген жоқ, бір деген ұрлық жасаған жоқ, коррупциямен түскен жоқ, біреуді боқтаған жоқ, біреудің әке деген жоқ, біреуді шеше деген жоқ. Сондай бір қатты қиянатта жасаған жоқ. Айтқаны шындық, әділдік, осы мынау біздің конституцияда жазылған демократиялық зайырлы мемлекетпіз. Светское государство, демократическое светское государство. Демократиялық мемлекетте мынау Европа, басқа дамыған елдерде президенттердің карикатурамен шығып мазақ қылады, неше түрлі айтпайтын сөз жерден алып жерге салады. Сонда да қамалмайды ғой ешқайсысында. Неге бұл Думан Мұхаммедкәрімді ол карикатурасын алып шыққан жоқ президенттің? Жамандаған жоқ, боқтаған жоқ, әкең деген жоқ, шешең деген жоқ. Тек әділдікті айтты, шындықты айтты. Мынауларың дұрыс емес, мынауларың дұрыстап деген әділ сөздерді айтты. Неге олар соттайды? Неге қамайды осы ондай адамды? Әділдікті айтқан, шындықты айтқан адамды қамамау керек. Шығарсын мынау. Сөз бостандығы деген бар. Өз мынау неде жазылған? Конституция, ата заңымызда жазылған сөз бостандығы деген. Конституцияда жазылған демократия, зайырлы мемлекетпіз, демократиялық деп. Мынау бұрынғы конституция, мынау қазіргі соңғы конституцияда да солай жазылған. Босатыңдар мынау. Масқара ғой мынау. Әке-шешесі уже инвалид болып өлетін болды баласы үшін, жалғыз балдары үшін. Но түрмеде де қинап жатсыңдар, мынау Гитлердің концлагерінде бұлар қинаған жоқ. Масқара ғой. Ана Марат Шыланбаев жатыр. Шығарыңдар. Болмайды. Бұл демократиялық мемлекетте үкіметті сынау керек, қисық жерін айту керек. Ол үшін соттауға дұрыс емес. Шындықты айтпайды, жоғарғы жақтағыларды айтпайтын болады деп отыр. Менің түсінігімде солай. Түсінікті. Журналистердің өлтіргені аз.
Айдос талай журналистті өлтірді ғой. Оларға журналистер, таза шындықты айтқан журналистерді өлтірді. Битша қаңғырды болып тұрған жоқ, қазақша айтқанда. Кім шындықты айтады? Түрмеге қамаласыңдар, өлесіңдер деді. Болды. Шындықты айтпай, жегендерді айтпай, тиіш отырыңдар. Менің ұлымның кірпігі қималдап өлгел жатқанына қайғырып отырған олар жоқ. Қазір енді Бірақ орында отыр басты. ішінде отыр, бірақ қабылдамай жатыр. Түсінікті. Бәр пәлені жаланы жауып, қамаған думанды түрменің ішінде де жауып, шықпастай қылып отыр. Менің түсінгенім. Беретін жауаптар жоқ қой, сол үшін. Жауаптары жоқ. Сол жазықсыз қамалған дума жазықсыз соның ішінде әлі отыра береді дейді. Қазақстанда шындық айтқан адамның түгелін осылай құртамыз дейді. Менің түсінігімде. Міне бүгінгі Думан Мұхаммедкәрімнің анасы Астана қаласына келді, көйісқа міне. Менің ұлым біреудің орнына таққа таласқан. Өздерінің ішіндегі орыстар біздің көзімізге түртіп жатыр. Мыналарың не деп? Украиндықтар туралы айтпай-ақ қояйын. Олар енді дамыған демократиялы мемлекетке айланып келеді ғой. Міне, сол орыстардың өзі бізді көзімізге шоқып, сендердегі демократия осы ма деп отыр. Олар өздерінікін көрмейді, біздікін көріп отыр. Біз соған қынжылып отыр. Рахмет бәрілеріңізге, даман болыңыздар. Алматыда белсенділер, ата-анасы, анасы ислам еңбек отыр. Мейлі ғой, Құдайдан қорықпағаннан қорық деген. Иә. Біз мұсылман халықпыз, Құдайдан қорқамыз, жұрттан ұяламыз. Бұл жүйедегілер шектен шығып кетті. Қазір 37-ші жылғы репрессия жедел түрде, қарқынды түрде жүруде. Сол заңды мына жүйедегі мансабы барлар жүргізіп отыр қазір. Көкірегімді дәлелдеу үшін дауласуға жоқпын. Дәл осы видео төңірегінде бірнеше күннен бері қоғамда қызу пікірталас жүріп жатқаны рас. Бұған тіл жанашыр ретінде мен де бей-жай қарай алмадым. Бәріңізге белгілі, жаңа қабылданған заңымызда Қазақстанның мемлекеттік тілі қазақ тілі деп тайға таңба басқандай анық көрсетілген болатын. Дәл осы тұста ел мүддесі үшін халық алдына шыққан әрбір азамат ана тілімізді құрметтеуі тиіс деп білемін. Менің шамыма тигені қайсы? Көкірегімді дәлелдеу үшін дауласуға жоқпын деген сөз. Дәл осы жердегі көкірегімді дәлелдеу деген сөз қазақ тілінің тілдік нормасына мүлдем сәйкес келмейді. Дәл осындай тұрақты да қалыптасқан тіркесте мүлдем жоқ. Аша ханым, бұл жерде сіз қай мағынада қолданып тұрсыз? Егер тура мағынада қолданған болсаңыз, бізге көкірегі ашық қыздар емес, көкірек көзі ашық қыздар керек екенін айтқым келеді. Егер сіз көкірегімді дәлелдеу үшін деп емес, көкірек көзімнің ояу екенін дәлелдеу үшін, яки көкірек көзімнің байлаулы емес екенін дәлелдеу үшін дауласуға жоқпын десеңіз, құба-құп. Мен осы сөзге қадалмас едім, егер сіз Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін бітірмеген болсаңыз. Журналист деген ең алдымен тілдің тазалығына, тілдің көркемдігіне мән беретін маман иесі. Күні кеше ғана алаш қайраткерлерінің өзі де тіл жоғалса ұлт жоғалады деп жарғақ құлағы жастыққа тимей ел үшін алаңдап кеткен болатын. Сіз заң білмесеңіз білмейтін шығарсыз, бірақ ана тілімізді өзінің қолданысына сай, оралымды, ырғақты, әуезді қалыпта қолдана біліп, өзіміздің көркемдік тәсілді, соның ішінде тұрақты сөз тіркестерін дұрыс жағынан қолдансаңыз дейміз.